Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі. Кәсіби қазақ тілі. Оқытушы Абдысадыкова Оразгүл Кабдуллаевна. Сабақтың тақырыбы: трансмиссияның қызметі, негізгі түрлері, жіктік жалғау. Оқыту нәтижелері: мамандық бойынша трансмиссия және оның құрылымы туралы мәліметтерді, кәсіби термин сөздерін, лексика мен грамматиканы қолдану. Бағалау критерийлері: тақырып бойынша кәсіби терминологияны анықтайды, сөздік пен аударма жұмысын орындайды, сөздерді дұрыс қолданады. Сабақтың әдісі: мәтінді оқу, сөздіктің көмегімен аудару және білген мәліметтерді түсіндіру. Трансмиссияның жалпы сүлбесі. Трансмиссияның жалпы сүлбесіне назар аударамыз. Трансмиссия деп қозғалтқыштың білігіндегі қуатты қозғағыш доңғалақтарға жеткізетін механизмді атайды. Осы тақырып бойынша дәптерге сөздік жұмысын жазамыз. Ілініс — сцепление, беріліс қорабы — коробка передач, карданды беріліс — карданная передача, басты беріліс — главная передача, жетекші белдік — ведущий мост. Трансмиссия автомобильдің қозғалтқышы мен жетекші доңғалақтарына айналу моментін жеткізетін күштің байланысы. Трансмиссия айналу моментін жетекші дөңгелектерге жеткізіп, айналымына өзгерістер әкеледі. Сонымен қатар трансмиссия автомобильдің артқа бері қозғалысын қамтамасыз етеді. Трансмиссияның жалпы сүлбесінің анықтамасы: автомобильдің құрылымы, жетекші доңғалақтардың саны мен орналасуы, трансмиссия түрлері. Айналдыру моменті бойынша трансмиссиялар қалай бөлінеді және немесе қандай түрлері бар? 4 түрі бар. Ол механикалық, құрамалы, электрлі және гидравликалық. Енді осы трансмиссия бойынша тапсырма. Трансмиссия құрылымы бойынша сөйлемдерді оқып, сөздіктің көмегімен аудару. Ілініс — сцепление. Беріліс қорабын қосуда қозғалтқыш пен трансмиссияны қысқа мерзімді уақытқа ажырату және автомобильдің қозғалуын екпіндете қосу үшін қажет. Екінші тапсырма — сөйлемдерді аудару. Беріліс қорабы — коробка передач. Ол айналу күші мен айналыс жылдамдығын өзгертіп отырады. Сонымен қатар ол автомобильдің артқа қарай қозғалу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Осы сөйлемдерді дәптерге жазып, аудармасын жазамыз. Келесі тапсырма. Сөйлемнің ішінен жіктік жалғау бар сөздерді анықтаңдар. Мен автомобильдің дөңгелектерін жөндеп отырмын. Он трансмиссия бойынша сынақ тапсырып жатыр. Сендер болашақта механик боласыңдар. Механикалық іліністің сызбасын жасаймыз. Беріліс қорабын жөндейсің бе? Сен трансмиссия тақырыбын оқисың. Жіктік жалғауларды тауып, астарын сызып қоямыз. Мына сөздерді жіктеңдер. Дөңгелек және ілініс. Осы сөздерге жіктік жалғауын жалғап, міндетті түрде жалғаулардың астын сызамыз. Енді сабақты қорытындылайық. Осы сұрақтар бойынша жауаптарын жазып, өткен тақырыпты пысықтаймыз. Трансмиссия нені өзгертеді? Трансмиссияның қандай түрлері бар? Беріліс
нені қамтамасыз етеді. Ал енді үй жұмысы. Жаңа сөздерді жаттау, сұрақтарға жауап беру, берілген сөздерді жіктеу.